алдыңыз ба? Мен сізге қазір флометрия жүргіземін. Флометрия тыныш шығарудың жылдамдығын анықтау үшін қолданылады. Флометрдің стрелкасын нөлге қоямыз. Әрбір өлшеген сайын сіз бір жағдайда үрлеуіңіз қажет. Сізге отырып үрлеген ыңғайлы ма, тұрып үрлеген? Отырып, да? Флометрді горизонтальды жағдайда екі қолыңызбен ұстаңыз. Мойныңызды тік ұстаңыз, иілмеу керек мойын. Тыныш шығару жолдарында кедергілер бар ма, жоқ па, соны қарауыңыз керек. Енді мұрныңызбен терең тыныс алыңыз. Мұнштықты ерніңізбен тығыз басыңыз, тіліңізбен жауып қоймаңыз. Енді максималды күшпен үрлеңіз. Так, жазып аламыз. 510. 510. Үш рет қайталаймыз осы өлшемді. Тұра тұрыңыз. Мұрныңызбен алдымен мұрныңызбен аламыз. Мұрныңызбен тыныс алыңыз терең. Енді үрлеміз. 580. Енді тағы бір рет қайталаймыз. Мұрныңызбен тыныс алыңыз терең. Үрлеміз. 600. Өлшемді 3 рет қайталаймыз. Әр өлшемнің көрсеткішін жазып аламыз. Сосын максималды көрсеткішті ескере отырып, науқастың жынысына, жасына және бойына арналған есептеу кестесімен салыстырамыз. Яғни, сіздің бойыңыз 170 см, жасыңыз 20-да. 508. Қалыпты жағдайда тыныс шығарудың жылдамдығы сіздің бойыңыз бен жасыңызға сәйкес 500 литр минуттан кем болмауы керек. Сізде қалыпты 600 литр минутына.